жаңа логикалық амалға берілген мынандай бір есепті қарастырайық. Бізде өрнек берілген және ондағы 2 қосу 25 өрнегінің мәні неге тең? Соны анықтау керек, иә? Қарайтын болсақ, x бұл бізде 2-ге тең, y бізде 25-ке тең. Яғни соны жазып қоямыз. Берілген өрнектегі x-тің орнына 2-ні апарып қоямыз. 2-нің квадраты бөлінген түбір астында 25 плюс 5. Есептейміз. 2-нің квадраты 4. Түбір астында 25-тен 5 шығады плюс 5. Ортақ бөлімге келтіреміз. 5-тен 1-ден тең. Есептейміз. Так, 4 қосу 25 бөлшектің бөлімінде 5. 29 бөлімінде 5. 29 5-ке бөлетін болсақ 5. 4 қалады, иә? Енді 4-ті 5-ке бөлетін болсақ 0,8. Онда 5,8 мәні.